Қалайсыздар достар, кеш жарық. Бүгін бізде сіздердің көкейіңізде жүрген сұрақтарға жауап болатын мәнді де мағыналы, қызықты инсайттарға толы сұхбат болғалы жатыр. Бүгінгі тақырып әйелдің дамуы, отбасының дамуы, осы бизнес арқылы өмірін өзгерткен әйел жайында тақырып қозғалады. Бұл сұхбатта шынайы тәжірибе және де қиындықтар мен нәтижелер туралы әңгіме болады. Әрбір әйелге, әрбір отбасына, ой саларына сенімдімін. Бүгін қасымызда өз жолында көптеген қиындықтарды жеңіп, өзінде, отбасында жоғарғы деңгейге жеткізген мықты жетекшіміз, батыр ана десек болады, Ғания ханым отыр. Қош келдіңіз, Ғания ханым. Қош көрдік. Ғания ханым, біз сіздің тарихыңызбен таныспыз. Бірақ мына көрермендер, тыңдармандарымыз бізге дәл осылай бизнеске, осы қалпыңызда келдіңіз бе деп ойлайды ғой. Бізге соның осы бизнеске дейінгі Ғания ханым қалай болды, қандай болды? Сол жайында кішкене айтып кетсеңіз. Ринат Гаухар, мен негізінде Қызылорда қаласының, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданында дүниеге келгем. Көп балалы отбасыда дүниеге келдім. Әкем менің жай жүргізуші, қарапайым жүргізуші болды, 30 жылдық стажы бар. Ал анам менің сесте іс қағаздарын жүргізді, пол жуды. Енді былай айтқанда, әйел азаматы өмірде ақша табу үшін қандай жұмыс болса да істейді ғой. Тура сондай анам сол аналардың бірі болды. Біз 5 баланы жеткіземін деп, ол кісі де сондай қандай жұмыс келсе соның бәрін жасап жатты. Біз 5 бала болды, бала дүниеге келді. Сол 5 баланы асырады, жеткізді. Әрине сол 5-ші баланың мен енді қыздың соңғысы, предпоследний бала дейді ғой. Менен кейін бір бауырым бар. Енді үйдің кенжесі, мамамның көп сөзі бар, үйдің кенжесі болғанша иттің күші бол дейді ме, деп айтады ғой. Сол постоянно үйде кенжесі болғасын мені көп жұмсайтын. Ана жаққа да бар, мына жаққа да бар деп. Әрине ол кезде маған ұнамайтын, жұмсай беретін. Бірақ қазіргі таңда маған өте ойлаймын, қазір рахмет айтамын. Пайдасы тиді, иә. Өйткені әке шешеміз бізді бала кезімізде еңбекке үйретті. Әкем еңбекке үйретсе, анам білімге үйретті. Былай қарайтын болсаңыз, екі жағынан әкем айтатын да малға қаратындар, малсың жерге тамақ болады дейтін. Ал анам айтатын, көп қағаздарың болса, ешкімнің қолына қарамайсың деп. Сондай тәрбиеде, отбасыда біз тәрбиелендік негізінде. Бірақ уақыт өте келе заман өзгерді ғой. Заман қазір көп қағазға қарайтын заман емес пе қазір? Дұрыс па? Қазір малға қарайтын заман емес қазір. Қазір 21-ші ғасыр. 21-ші ғасырда оның өмірдің сұранысы да басқасы да бәрі өзгереді. Айтады ғой, өзгеріске бейім болу керек деп. Бірақ өзгеріс болса да, сол кездегі тәрбие қазірге все равно бізге керек. Мысалы, қазіргі таңда бизнеске дейін ата-анам тәрбиеледі, одан кейін мен Еуразия ұлттық университетіне оқуға түстім грантқа. Грантты бітірместен бұрын жан-жағымды кездестірдім Астанада, сөйтіп оған үйлендім 3-ші курсымда, тұрмысқа шықтым дегендей. Сөйтіп тұрмысқа шыққаннан кейін отбасылы не болдым ғой, короче, қыз болдым ғой. Отбасылы келіншек болдым, студент болдым да. Жаңа өмір, отбасылы өмір. Мысалға біз алатын болсақ, отбасы, біз ойлаймыз да, қыз кезімізде қазір тұрмысқа шықсақ, бәрі күшті болып кетеді деп ойлаймыз. Қыздың арманы ғой. Иә, бәріміз ойлаймыз біз қазір. Иә. Солай күттім ғой мен де. Маратым екеуміз үйленсек, бір бас, екі бас болса, енді бұл да баяғы қазақтың сөзі ғой, бір бас, екі бас болмай, мал болмайды деген. Соның бәрі біздің миымызға заложено ғой енді. Соны миымызға әбден салып қойған. Біз ойладық, тұрмысқа шықсақ, бәрі күшті болып кетеді деп. Бірақ тұрмысқа шыққан кезде бір плюсы бар оның. Сен жалғыз көтермейсің да ауыртпалықты, сен екі адам көтересің да. Қасында опора дейді ғой, көмекші, қолғабыс деген сияқты. Біз Марат екеуміз үйленген кезде біз бәрі күшті болып кететіндей, прям солай үйлендік. Үйленгеннен кейін әрине біздің тарапымыздан, Марат жақтан, мен жақтан ата-аналарымызға ауыртпалық салғымыз келген жоқ. Екеуміз сол кезде біз қыз бен жігіт болып жүрген кезде, 2 жыл жүріп жүрген кезде екеуміз ата-анамызға салмақ салмайық деп, давай сен жақтан той болмасын, мен жақтан дүние апармай ақ қойсын, киім апармай ақ қойсын, давай екеуміз үй болайық деп екеуміз келістік. Сөйтіп, ортақ шешімге келдік те, екеуміз отау көтеретін болып, екеуміз үйленетін болып, шешім қабылдап, екеуміз үйлендік. Бірақ та оның шешімнің кейіннен, әрбір қыздың, оказывается, арманы, біз анандай эмоциямен қабылдап кетеміз ғой. Кейін уже
тойлар, достардың тойлары болады, жаңағыдай туысқандардың тойлары болады, свадьбаға барасың, ұзату тойға барасың. Сол кезде қарап тұрған кезде бір іштей бір жүрегің қынжылып тұрады да, неге сол бір тойды жасай салмады? Сол ақша кететін ақша кетеді ғой, неге жасау? Әттене сол кезде жасау керек еді депті, өмірде бір-ақ рет қана үйленесің ғой, сол тойды да жасауға болатын еді ғой, әттене деген. Иә, тұрады. И сонда Марат мен бүйтіп түріме қарайды да, менің түрімнен сразу түсінеді да Марат. И ол үйге келгеннен кейін мені каким-то образом ол мені жұбататын. Қания, ертең біздің болмаған тойды ертең біз балаларға жасаймыз. Ана іштегіні до такой степени Мараттың андай несі, дальновидныйы, сөз таба білгені, мені жұбата білгені. Айтады ғой, әйел адамды ер азамат тәрбиелейді дейді ғой негізінде. Шындап келсең, мен негізі кіші жүздің қызымын. Қазақта сөз бар, кіші жүздің қолына қару жау ғой деген сөз бар, иә. Ол неге айтылған? Потому что бізде қызыл қанды болады да, кіші жүздегілер сразу бүйтіп ұрсып кетесің, сразу төбелесіп кеткің келіп тұрады, сондай болдық та. Алла тағала мені Маратқа қосты, дулаттарға келін болып сөдірді да, Марат мені шынап кейін тәрбиеледі. Бизнеске дейін мен өмірімде қиындықтар болды. Ол отбасылық қиындықтар болды, потому что біз Марат екеуміз жауапкершілікпен келгеннен кейін екеуміз үйлендік, үй жоқ, Астанада біз бірінші терезесі жоқ бөлмеде тұрдық. Терезе жоқ, вообще терезе қап-қара, 24 сағат свет жанып тұрады біздің бөлмемізде. Ол оружейный комната военный болды Марат. Сол военныйдың бір оружейный комнатасын жолдасым капитанымен бүйтіп жұмыста отырған кезде андай біздің Мараттың бір гибкісі ғой, адаммен сөйлесіп, сөз таба білуі деген дейді. Соны капитанмен сөйлесіп отырып, біз квартира снимать етіп қиналып жүредік дегенде айтыпты, бізде оружейный комната бар, сол жерде босатып берейік та, бірақ өзің босатып аласың, алсайшы деп. Марат қуана сол оружейный комната, темір есік, есікте решетка бар. Ана бір не сияқты, бір түрме сияқты да, ол есікті ашқан, итеріп ашасың, итеріп жабасың дегендей. Но ол кезде бізге бәрібір болды. Тегін тұрсақ болды. Потому что Мараттың айлығы 18 мың, квартира, менің стипендиям 2 мың, квартираға 12 мың төлейміз, ар жағында ақша жетпейтін еді. Тек бізге ақша үнемдеу болды. Содан жаңағы комнатаға Марат айтты, қане сен келмей тұра тұр, мен бір дайындап алайын деп, ол бәрін тазалап, жуып, чтобы мен шошып кетпеу үшін дайындап қойып, барып мен алып келді сол жерге. Сөйтіп сол жерде тұрдық, біраз ай тұрдық, содан кейін Марат жаңағы общежитияның вахтерларымен сөйлесіп, тәте жерлестері болды, әпке деп сөйлесіп жүріп, комната 9 квадраттық комната алдық біз. 9 квадратқа ауыстық. 9 квадрат деген, это мына жағында холодильник тұрады, мына жағында кровать тұрады, бәрі қолжетімді да. Сонда мен студентпін, әлі оқимын, экзаменім болып жатыр. Бала қарауға мен нағашы әжем келді үйге. Енді 9 квадратта енді жаңадан үйленгенсің, уже үйленгеніміз 1 жылдан асты, әлі енді жастық семьямыз ғой, как семья ретінде тұруымыз керек да. Бірақ біз 9 квадратта әжем тұрады, потом бесік тұрады, ол жас баламыз, потом мен жатам, потом Марат жатады. Сөйтіп біз сондай бір 9 квадратты өмір басталды бізде. Сөйтіп жүріп жаңа Алладан тілейміз, бір хотя бы бір 12, ол кездердің общежитияда 9 квадрат, 12 квадрат, 18 квадрат деген комнаталар бар. Сонда біздің арманымыз хотя бы 12 квадрат алсақ. Сонда бар үй армандамаймыз біз. Біздің мышлениеміз орта ғой, ана общежитияда адамдар не айтады, соның санасымен ғана біз ойланамыз. 12 квадратқа жетсек, 12 квадратқа жетсек деп, сөйтіп 12 квадратқа біз ауыстық. Қуанғанды көрсеңіз. Енді Астанада тұрғаннан кейін білесіздер, ол жылдары стройканың қызып атқан кезі ғой. Ауылдағылардың бәрі келеді ғой, өзі 12 квадратқа 7 адам тұрамыз ғой. 7 адам бүйтіп тұрамыз, никакой семейный жизнь жоқ та ол жерде. Сөйтіп жүріп, содан жүрдік те 18 квадрат алдық. Негізінде Мараттың жұмысы жақсы. Біз Марат екеуміз ешқашан жамандамаймыз. Өйткені бізде үй қылған сол жұмыс. Общежитиясын берді, 18 квадрат бергенде шторы бар, люстрасы бар, шкафы бар, біз үшін ол өте прям жетістік еді. Потому что біз штор ала алмайтынбыз, шкаф ала алмайтынбыз, люстра ала алмайтынбыз. Вот сондай бір, представьте, сондай жағдайда жүрген адамбыз біз. Сөйтіп 18 квадратқа көшкен кезде мен екінші балам дүниеге келді. Сөйтіп екінші балам дүниеге келіп 18 квадратта жүрген кезде 2010 жылы маған өкпе кесіктігін алды диагноз. Сонда мен кәдімгі 3 айда депрессияға кіріп кеттім. Потому что ойладым, мен өмірім осымен біткен шығар деп ойладым. Сонда 2010 жылы біз сол кезде осы ауыр диагнозы қоймай тұрғанда мен Марат екеуміз ақылдаса отырып, давай госпрограммаға документ тапсырдық. Негізі біздің елбасыға үлкен рахмет айтамыз Марат екеуміз. Неге? Потому что елбасымыз ол. Мүмкін енді мені де қолдамайтын адамдар болады шығар енді. Елбасымды мүмкін жаңа басқа адамдар, әркімнің ойы разный ғой, енді бәрі түрлі ғой.
бірақ адамның жақсылығын айту керек дейді. Мысалға, именно сол біздің мектеп бітірген кезде грант деген бағдарлама шықты. Сол грантқа оқуға түстік біз. Сол грантпен әйтпесе пол жуатын кісі, водитель, машина айдайтын кісінің 3 баласы бірдей оқуға түсе алмайды ғой. Тем более Астанаға. Оның жолы бар, оның жаңағы общежитиясы бар, тамағы бар, киімі бар деген дейді. Сөйтіп біз соған түстік. Енді оқу бітіргеннен кейін бар, мен ағам да бітірді, мен әпкем де бітірді, бәрі отбасы болды. Сенесіз бе, сол бәріміз де тура госпрограмма деген бағдарламаға ілініп кетеміз де, бәріміз үйлі болып кетеміз ғой. Ол да бір, былай айтатын болсаңыз, госпрограмма деген оны төлейсің. Бірақ төлесең де как ипотека бастама азғантай, азғантай ақшамен, еще азғантай немен бізге мүмкіндік берді да, біз сөйтіп 3 бөлмелі квартираны ие болдық қой Астанада. Міне самый вот бизнеске дейінгі менің жүрген шарттарым, сонда менің Маратым суткалап жұмыс жасайды, таңертең кетеді, 6-да кетеді, түнгі 12-де келеді. Осы аралықта үйдегі бүкіл тамағы болсын, үйдің несі болсын, маған айтады, Ғания, тылға сен жауап бересің. Потому что мен халықтың адамымын. Мен военный служащиймін. Мен только елге қызмет етіп жатырмын. Үйге келген кезде Марат ешқандай жұмыс туралы әңгіме айтпайды. Потому что оныкі айтуға болмайтын жұмыс. Құпия жұмыс. И мен ол үйдің тірлігін бәрін күтіп отырамын, ол келеді. И сосын не істеймін? Мен ішім пысады, әңгіме айтса айтайын. Не айтады? Жұмыста жүрген адам. Почти есептесеңіз 16 сағаты жұмыста жүретін адам. Иногда суткалап, айлап кетіп қалатын кездері болады. Сонда келген кез әңгіме айтқым келеді. А мен ондай 4 қабырғада тұрамын. Әңгіме айтқым келеді. Не айтамын дейді. Бізде бір общий деді ғой, мынандай сөзіміз әңгімемізде жараспайтын еді ғой. Как будто мен айтатынмын, ортақ әңгіме жоқ. Мен как будто Мараттың былай айтатын болсақ, енді ерсі естілетін шығар, бала ұрпағын жалғастыру үшін, үйін жинастыру үшін, тамақ істеу үшін тұрмысқа шыққандай болып ғой. Не Маратқа емес, сонысын жасайтын болып шыққандай болып, мен өзімді сезіндім, шындап қиында солай сезіндім. Әрине ұрыстар да болды, бір-бірін түсінбеушіліктер де болды, отбасы болғасын, ыдыс-аяқ тұрмайды емес, обязательно тұрады ғой. Айтпесе, ондай болмаса өмір қызық болмайды дейді ғой, сонысымен қызық дейді ғой, история дейміз ғой. Егер сол болмаса, қазір біз айтады ғой, әрбір қиындық адамды бір-біріне жақындатады деген. Сөйтіп жүріп біз осы өмірде солай жүрген кезімде менің айтқанда өзіме, отбасыма МВ компаниясы келді ғой, есік қағып келді. Әрине бірден вау деп қарсы алған жоқпын. Кім алып келді білесіздер ме? Оны алып келген мен туған сестрам, әпкем. Оған дейін 10 жыл бұрын бұл келген еді. Бірақ біз бөтен адам болғасын қабылдамадық. А уже Алла тағала одан кейін тағы келді, тағы қабылдамадық. Жоқ, ол лохотрон, ол пирамида. Енді мен жүрем ба сол прошу сатып деп. 2010 жылы мен академияға оқуға түскенмін. Оның да бір несі бар, жаңағында историясы бар. Не үшін мен академияға талпындым да. Одан кейін жаңағы жұмысым Евразия ұлттық университетіне барып жұмысқа тұрдым. Сөйтіп жүріп, маған МВ келгенде мен айттым, 2 дипломмен жүрем базар сатып деген дейді. Эго ғой жүріп тұрған. Бірақ Алла тағала мынау Ғания что-то қаша берді-ау, енді туған әпкесі арқылы апарайшы деп Раушан арқылы алып келді. Ешқаймен таныстыңыз, өзіңіздің туған әкеңіз әкем алып келген кезде мен айттым, мен білем бұны дедім ғой. Енді маған 2 рет келді ғой. Оған дейін білгенсіз. Білген әшейін, бүйтіп көрсеткен болмаса, біз жай көрсетсек болды, біз бәрін білеміз деп тұрамыз ғой. Білем мен бұл МВ-ді, бұл деген лохотрон деп, менің басымнан өткен, ол менен өткен деп, жаңағындай, неге кірдің? Лохотрон ғой, бұл сенеден алдап кетеді деп Раушанға. Раушан айтты. Бірақ ол кезде бірден шешім қабылдамадыңыз ба? Жоқ, мен біразға дейін шешім қабылдаған жоқпын. Шешім қабылдауыңызға не түрткі болды? Табыс па? Әлде бір қиындық па? Бір себеп бар ма? Негізі бұл бизнесті жасауыма себепші болған нәрсе, былай айтатын болсаңыз, бірден ақшаға мен келген жоқ. Потому что ақшаны көрсетіп тұрса сіз сенбейсіз. Бар, түспейтініне. Өнімге де бірден келдім деп айта алмаймын. Өйткені мен өнімнен қашып жүрдім ғой. Ана алып келген кезде сен жоқ білем ғой білем жоқ мен оны қолданып жатқанмын, мен ана жақтан алып жатырмын, мен мынадан алып жатырмын деп өзіңді қашасың. Қолданбайсың, бірақ қолданып жатырмын деп лишь ана адам кетсе екен деп адам қашады өзі. Өзіңді как қорғана бастайды. Тура сондай товарды бірден қолданып айта алмаймын. Ал енді менің жаңағы Раушан деген әпкем алып келген кезде, Раушан жалғыз басты ана, 2 қызы бар, сенің көмегің керек деп келді ғой маған. Ана
бізде қазақта қасиет бар, адамгершілік деген, имандылық деген. Бір адам келіп көмегің керек деп тұрса, біз көмектесуге бірінші жүгіреміз. Асар деген нәрсе ғой бізде. Ол жерде сіздің туған әкеңіз көмек сұрап Конечно, көмек сұрап келіп тұр. Пожалуйста, істемесең істемей ақ қойшы, бірақ товарымды сатып берші деп. Өтініш жасап тұр. Сосын айттым, енді әкел сатып берейін дедім. Сөйттім де барып алып, жаңағы ұялғанымнан жұмысқа апарғандай столдың астына қойып қоямын, айтуға ұяламын. Кімге айтамын деп, басында кәдімгідей ұялдым. Мынау Ания бейшара ұқсап сатып кетті ма деп айтама деп ше. Енді елдің шындап келгенде қазір ойласам, ол кезде біз елдің ойымен өмір сүрген екенбіз. Анау не деп айтады, ана мен студенттерім не деп айтады, менің әріптестерім не айтады. Бізде андайда маска дейді ғой, маска киіп алғанмын ғой. Өзімді күшті көрсетемін, что менде бәрі жақсы, бәрі күшті деп көрсетемін де, бірақ іште кредитім бар, қарызым бар, жаңағы үйде гармония жоқ деген сияқты ше. Елге өзін күшті көрсеткім керек. Сөйтіп товарды бір күн әкеліп қойып сата алмадым, екінші күн тағы алып келдім, сата алмай жүрдім. Бірақ әйтеуір Аллаға тәуба, жұмыста бізде Арал Төреханова деген өте керемет бір мұғалім бар. Сол кісіге қарап отырдым да, мен осы кісімен бетімді қайтармасау ойладым да, сол кісіге айтып көрейінші деп. Сөйтіп Арал Төреханова менде бір өнім бар, товар бар еді, көрсетсем бола ма деп едім. Ания Сәбитовна көрсетіңіз деді. Сөйтіп жаңағы товарларды ашқан кезде бір товарды мен іздеп жүремін дегенде қуанып кетесің. Сондай кезде жылы сөйлесе, адам жылы сөйлесе, қуанып кетесің да. Содан продукцияларды алып, сосын үйге барсам кәдімгідей пайда көріппін да. Товардың үстінен кәдімгідей пайда көріппін. Сосын Раушан әпкем келді де, Ания молодец, мынау сенің МВ-дағы табысың деп 5000 теңге ақша берді. Бірінші ақша 5000 теңге. Конечно, менің аппетитім. Тем более андай адамбыз ғой, бізге мен бала кезімнен негізінде папа мамама өте көмектессем ғой деп тұратынмын да. Мектепке бара жатқан кезде өз мамамның класстасы көрші болып тұрады, магазин үйінен сатады да, шоколад сатады. Барамын да шоколадты қағазға алып аламын да, мектепке барып шоколад сатамын. Үстіне 20 теңге, 30 теңге қосып сатамын да, ақша алып келемін. Баламен қалыптасқан саудаға бейімділігіңіз бар екен ғой. Сауда болғанда мен андай ақша табамын деп саған жоқпын да оны. Мен просто папа мамама көмектесейін деп. Конечно, потому что папа мамамды көріп отырамын да, ол кісілерден продуктыны қарызға алады үйге. Өйткені көп продукцияны үйге май керек, қант керек, Ғания алып келші дейді, жаңағы класстасының үйіне барамын да алып келемін. Қарызға алып жатырмыз оны. Енді білесің ғой, қарызға алып жатқан кезде значит ақшасы жоқ. И бір күні енді мен әпкелерімнің бір Раушанның сестрамның бір жасы ухажеры болды, сол Раушанға фотоаппарат подарить етті туған күніне. Сол фотоаппаратты алып аламын да классқа барып суретке түсіріп 20 теңгеден Қызылордадан шығарып әкелемін. Жездем ол Қызылордаға адам тасиды автобуспен. Сонымен бірге тегін бар, тегін келемін де суретті шығарып әкелемін де 20 теңгеден сатамын. Қай жастасыз ол? 9-шы класс болу керек, ұмытпасам 9-шы классында соналардан ақша тауып әкеліп, ақша істеп әкелемін де папа мамаға. Сол кезде мен әпкем студент еді, оған жолына ақша керек. Сол қиналып жатқанын көремін де ақша жинап келіп өткіземін. Ол кезде енді біз ненің харам емес дегенді түсінген жоқпыз ғой. Ол кезде харам нәрсе, харам емес деген нәрселердің әке шешем де білген жоқ. Бірақ өмір соған әкелді да, сол кезде бізде көп адамдар арақ ішетін еді ғой. Біз сода арақ сататын болдық үйде. Спирт аламыз да, спирттен 1 литрден 5 бутылка арақ шығу керек. 5 бутылка арақ шығу керек, 200 грамм спирт қоясың, үстіне су қоясың. Сосын андай несі бар, басып арақ бутылкамен дайындап қоясың. Соны 200 грамм емес, 150 грамм спирт қоямыз. Экономдар 6 бутылка сөйтеміз де, мен неден базардан бір пачка сағыз алып келемін, лавыз. Сөйтем де көршінің балаларына айтамын, бутылка келді, сағыз беремін деймін. Сөйтіп олар бутылка алып келеді, мен сағыз беремін. Бутылканың басын кетіп тексеріп көремін, жоқ па, жоқ па дегендей ше. Сөйтем де оңына ванна бар бізде, далада тұратын, соған су құямын, бутылкаларды саламын, соны жуамын. Сөйтем де мынандай коляска бар, зимний бала салады, коляска, советский коляска бар, соған бітіп жинаймын. Менің класстасымның мамасы спирт сатады. Сол үйге сонда ұялу, ойбай мен класстасыммен бармын да, ұялу деген болмапты да менде ше. Әке-шешеме көмектесейін, когда көмектесейін деп тұрғанда адамда ұялу деген болмайды екен. Содан мен жаңағы тақа үйіне апарамын, жаңағы қыз класстасының үйіне. Сөйтем де арақ бутылканы өткізем де спирт аламын. Сөйтем де үйге келемін де арақ қыламын да 10 ақша аламын.
сөйтемін де мамаға беремін. Мама да сатады ғой, бірге істейміз ғой, көмектесемін. Сөйтеміз де біз Раушан сестрам келетін кезде біз жолына ақша дайындап қоятын едік. Студент қой ол кезде. Ол кезде папа маманың несі былай айтатын қарапайым, бірақ оларда бір мақсат болды. Үйдің алдыңғысы оқыса, кейінгісі сол жаққа қарай жүреді деген мақсат болды ол кісілерде. Хотя Раушанды оқытайық, кейінгі балаларда көз ашық болсын деп. Негізі папам да мамамда да диплом жоқ мен оқымаған. Ол кісілерге мамам айтады, бізге жол көрсететін адам болған жоқ. Папамның мамасы 8 жаста қайтыс болған, 6 баламен өзінен кейін 5 бауырымен қалған. Мамам үлкені болған дегенде, папасы ерте қайтқан дегенде, сондай жағдайлар болғанда, и ол кісілерге жол көрсететін адам болмаған. Сондықтан да ол кісілер сіздерге жақсы болып иә, өздерінің қателігі ғой, енді өздері жұмыс жасап жатқан кезде мамам айтады. Иә, конечно. Иә. Мамам айтады да, анау жұмыстағы жас қыздар келіп дікемдеп сөйлейді дейді, өйткені олардың дипломы бар дейді, а дипломы жоқ, біз сөйлей алмаймыз дейді. Хотя мен мамам өте грамотный. Пол учились болып жатқанда бәрін жауап беріп отырады. Бүкіл ребусқа жауап беріп, папам айтатын, оқымай қалған мұғалім ғой дейтін. Мамам өте сауатты мен, өте сауатты. Біз бәрімізді де сауаттылыққа үйретті. Негізінде мамамыз сол жағынан өте жақсы болды. Сол мүмкін соның бәрі біздің қышымыз қаланды деп ойлаймын. Біз жайдан жай ол отбасыға келген жоқпыз. Кейде бір адамдар, балалар ренжіп жатады ғой, мен осы отбасыға бекер келдім, мен мына отбасыда болғанда ғой деп та. Бізге ешқашан ренжуге болмайды. Мен мына отбасыға келдім ба? Ол Аллаға біз ренжігенмен бірдейміз. Алла тағала ол отбасыға, мүмкін мен қазіргі таңда сөйлеп отыр, қазіргі Ғания шығар айтып отқанда, бірақ мен осыдан 10 жыл бұрынғы Ғания бүйтіп айтпас еді. 10 жыл бұрынғы Ғания дәл өстіп айтатын едім мен. Неге мен осындай отбасыға келдім? Артымнан дүние ештеңе әкелмегеннен кейін мені йығылады, мені төмендетеді, мені бүйтеді деген сияқты да. Бірақ қазір данный момент мен әке шешеме алғыс тағзым етемін. Неге? Потому что біздегі мынау кірпіштердің қалануына себепші болған кісілер. Бір папамыз еңбекке үйретсе, анамыз білімге үйретті. Каждый мынау өмірде болғанның барлық нәрсе бізді қазіргі тұлға болып дамуымызға тұлға болуымызға дайындап келген әрекеттер. Алла тағала бірден бүйтіп топ етіп бізді алып келген жоқ. Даже Мараттың өзі де Алла тағала мені тәрбиелеу үшін берілген адам деп айтамын өзім. Иә, егер де мен бір кіші жүзге біреуге үйленгенімде, кіші жүздің бір жігітіне үйленгенде, с моим характером, я говорю, вообще мен даже мойындаймын, бірге тұрмай қалуы мүмкін бе деп ойлаймын да. Потому что мені ойлайды көбісі, Ғания спокойно, сонда мені спокойно қылуға, дұрыстап тәрбиелеп, реттеп алған, полный тәрбиелеп деп айта алмаймын. Өйткені ер азамат полный әйелді тәрбиелей алмайды. Просто әйелдің өзгеруім керекпін деген нәрсеге себепші қылып алып келуі мүмкін, ары қарай бізді орта тәрбиеледі, ұстаздары тәрбиеледі. Бір адамды тәрбиелемейді, бірнеше жақтан адамға себепші болады. Сондай. Сол мінекей бизнеске дейін менің қандай болғанымды білдіңіздер. Мен сондай болғанмын. Сізде қарап тұрсам өте күшті өзгерістер болған сияқты. Мінезіңізде қазір айтып отырсыз. Осы өзгерістер отбасыңызға қалай әсер етті? Иә, мен негізінде басында тұрмысқа шыққанымда, енді тұрмысқа шығасын, менде көп реніштер болды. Реніштер неге? Жаңағы ғой, той жасалмады, анау болмады, папа мамам егер де мынаны жасағанда, может быть, мынандай болар ма еді. Ана өткен өмірге көп қарайтын едім мен, артқа көп қарайтын едім. Кішкене бір қиындық болса, әрине біздің әке шешеміз, ата енеміз осындай болғаннан кейін біз осындаймыз ғой деп. Иә, кінәлағаннан бұрын біреуді жаңағындай өзімді ақтап алып шыға беретін едім да. Неге? Может быть, Маратқа емес, может быть, жаңағындай басқа біреуге үйленсем осындай болар ма еді. Адам бір иллюзияда өмір сүреді ғой. Вот сондай бір иллюзияда өмір сүрдім мен. Сөйтіп иллюзияда жүрдім, реніште жүрдім. Сөйтіп мен өкпем ауырған кезде де тоже мен өзімнен көрген жоқпын, жан-жақтан көрдім. Сөйтіп жүрген кезде бір күні мен семинарға, Алғадайын семинарына түстім. Алғашқы семинарына түстім. Сөйтіп сол семинар Новосибирск қаласында болды. Енді ол жерде де мен не үшін барын білесіз ба? Мен өзімді дәлелдеймін деп бардым. Мына қазір ойлаймын да, біз өмірде өзімізді дәлелдейміз деп ақ энергиямызды құртады екенбіз. Бізге керегі жоқ біреуге өз-өзімізді дәлелдеуге. Бізге хотя бы өз-өзімізді дәлелдемейді, біреуге қалай дәлелдетеміз дұрыс па? Мен ойладым, Новосибирскке бара жатырмын. Мен өте орысшадан қатты қиналатынмын. Оқып жүргенде де орыс тілінен қатты қиналдым. Сонда орыс тілін білмеген үшін де мен өспей жатырмын деп ойладым.
сөйтіп жаңағы орыстардың алдына барамын, мен орыстардың алдына шығып сөйлеймін, өзімді дәлелдеймін деп сөйтіп бардым. Сөйтсем Новосибирскке барсам, бірде бір орыс жоқ ана жерде, бәрі қазақ, қырғыздар, Алғадай системасы, сол жақта семинар ұйымдастырып екен. Бардым, тыңдадым. Сонда мен өзіме ұстаз таптым. Марал ханым деген кісіні ұстаз. И Жанболат ағаны көрдім да, ол кісі Тараздың жігіті, өте ұзын бойлы, жаңағыдай сөйлеген сөзі, сондай бәрі қатты ұнады. И мен де Маратым сондай болса екен деп армандадым. И Марал ханымға қарадым да, и Марал ханымды, оказывается, ол кісіде де өкпеден ауырған екен. Мен қосастап іздей бастадым. Мені де өкпем ауырды ғой, бұл кісінің де өкпесі ауырған екен ғой деп өзіме прям қосастық іздеп іздедім. Марал ханым қатты ұнады маған. Сонда өзіме шешім қабылдадым. Мен енді мына ортадан қалмаймын. Осы семинардан қалмаймын. Мен жаңағы бизнеске шақырған әпкем деді ғой, сол әпкемнің жетекшісі бар. Олег деген кісі, өте сабырлы кісі. Ол мен де мысалы айтамын, Алла тағалама рахмет айтамын. Не үшін? Өйткені бизнесте маған өте сабырлы жетекші Олегті берген да. Егер де менің жетекшім мен сияқты кіші жүз болатын болса, тағы да салыстырамын да. Ұрсып қала беретін едік деймін да, ана дәлелдеп та. Олег өте сабырлы, менің бүкіл мінезімді көтерді. Бүкіл мінезімді көтерді. Сонда мен Олегті айттым, Олег дедім, мен бүгіннен бастап дедім, ешқандай семинарға қалмаймын дедім. Сіз маған Ғания семинарға барасың ба деген сұрақ қоймаңыз дедім. Керісінше, Ғания сен қанша адамды алып келесің, өзгерем дейтін, өсем дейтін, өнем дейтін. Сен білесің ба Ғания деді, сен айтқанда адамдарға сен мүмкіндікті апаратын адамсың деді. Сен бұл мынау орта деді. Егер де сен адамдарды өзің сияқты қыздарды алып келетін болсаң, ол қыздар мынау ортаны көретін болса, білім алатын болса, ойы өзгеретін болса, өзің сияқты өзгерем дейтін қыздарды табатын болсаң, сен жетістікке жетесің деді. Өзің сияқты адамдарды тапшы деді. Содан мен солай айттым, енді мен қанша адамға келесің, сол деп сұрақ қой деп кәдімгі білмеймін, мен Алла тағала аузыма сөз салған шығар менің деді. Андай кіші жүздің тоже мінезі осы жерде көмектеседі екен ше. Айтады ғой, слово дороже денег дейді. Айттым ба, сөзіңде тұру керексің деген дейді. Мен де сол айттым ба, тұруым керекпін. Умри, но делай деп айтатын баяғыда Марат ше. Енді өлуің керек жоқ бізге, бірақ ана ол военный сөз ғой. Ол военныйда сөйтіп айтады да, оларға прям өлсе де сен соны істеп барып орындап келуің керексің де. Оларды солай тәрбиелейді, военный өмірде солай тәрбиелейді. Сенің бірінші орында сенің отбасың емес, сенің отаның тұру керек. Маратты сөйтіп, приказ не обсуждается, только выполняется. Ол отбасын ұмытса да, бірақ ана службаны ұмытпау керек Марат. Тура мені де сөйтіп тәрбиеледі ғой. Айттым ба, жасауым керексің. Көрді, әке шешем қалай тәрбиелеп алып келді, ары қарай Марат тәрбиелеп алып кетті да. Содан мен айттым, сөз бердім, мен сөзімді тұруым керекпін дедім. Қалай ойлайсыздар, келесіз деген апарты ойлайсыздар ма? Сіз мына әңгімеңізге қарасақ, міндетті түрде барған сияқтысыз. Жоқ, мен атаман, даже мен өзім баруымда сұрақ болды. Келесі семинарда мен семинарға уже Арасы қанша ай болды? Там семинар 3 ай, 3 айдан кейін келесі семинар уже болу керек. Менде сұрақ тұрды, барам ба, бармайым ба деген. Неге? Өйткені Мараттың жалақысы 150 мың болатын, менің жалақым 72 мың болатын. Екеуміздің жалақымыз 250 мың теңге, екеуміздің төлейтін кредитіміз 138 мың теңге. Енді былай қарайтын болсақ, біз бәріміз айтамыз ғой, әке шешем сияқты өмір сүргіміз келмейді деп айтамыз ғой. Мысалы, мен сөйтіп, бәрі көп балалардан естимін, мен әке шешем сияқты өмір сүргім келмейді деп. Негізі бұны айтуға болмайды. Әке шеше кінәлі емес. Оның солай өмір сүріп жатқаны олар кінәлі емес. Дұрыс па? Олар сол өмірді сүрді. Олардың заманы сондай болды. Өйткені бізді оқыту үшін кредит алды, ол кезде мүмкіндік болған жоқ деген дейді. Біздің жолымызға кредит алды деген дейді. Бірақ мен де сол қателік жасадым ғой, мен әке шешем сияқты кредитпен өмір сүрмеймін деп мен де қателік жасадым. Мен де айтып қойдым, білмей жасадым. Бірақ сол кредитке біз де кірдік. Неге кірдік? Сонда біз той жасап емес, немесе бір саяхатқа барып емес, немесе бір шуба алып емес, біз алған кредитіміз үй алдық. Одан Маратқа жұмысқа қатынауға машина алдық. Одан кейін балалар үйде жай жатпасын, ішіп пыспасын, жұмыста жүргенде екеуі ғана отырады ғой деп телевизор алдық, мебель алдық деген сияқты да. Сөйтіп 138 мың кредитке қалай кіргенін білмей қалдық. Ар жағында садикке төлейміз, мектепке беретініміз бар, жолымыз бар, тамағымыз бар. Одан кейін бұл ақшамен жетпейді.
сол жаңағы кредитте жүрдік қой, біз екеуміз кредитте жүрдік те, именно сол кезде Мараттың жұмысынан қиындықтар туындайды да, бізде 3 ай айлық келмей қалады. 3 ай айлық тоқтап қалады Маратта. Енді қараңызшы, 118 мың кредит төлеп отқан адам, 150 мың теңге Мараттың ақшасы жоқ, 72 мың теңге даже кредиттің жартысында жатпайды. Жетпейді. Да. Сонда вопрос қой, барамын ба, бармаймын ба? Марат айтты, ғане сен қайда бара жатсың, балаларың. Сонда бізде етсіз тамақ ішеміз. Майға макаронды болып, пияз бен макаронды болып қана береміз. Ол басқа ешқандай қара шай, нан болды, қант болды. Осыларды алып беріп отырдық. Сонда Марат айтты, ғане сен 45 мың теңге жаратып жатсың ғой. Сол 45 мыңға балаларға ет алып тамақ жеуге болады ғой бізге де. Бірақ Марат ол семинарды көрген жоқ қой. Мен бір рет барып көріп келдім ғой. Ол жерде қырғыз халқының бөтен мемлекетте қандай жетіске жетіп жатқанын көріп келдім ғой. Неге біздің өзіміздің жерімізде жүріп соны жасамасқа деп. Жасауға болады ғой, тіліміз, дініміз, бәрі өз жеріміз, ағайын туысқан бәрі қасымызда. Маратқа айтты, мен баруым керек. Енді адам, 10 адам деп енді айттым мен, адам алып шығамын деп. Адам жоқ, алып шығатын адам жоқ. Өзіміз ана семинарда жанып шығасың болды, бәрін қатырамын деп. Иә, содан не істеймін? Өзімнің бір әріптесім бар еді, сол әріптесім бар жалынды. Жүрсейші, қыдырып қайтасың, ең оңғанда қыдырып қайтасың деп. Иә, менің үйімде бір студент қыз тұратын, тегін тұрады біздің үйде. Сол қызға айттым, жүрші менің қасыма, мен адам апарамын деп айтып едім деп. Просто ол мен сөзін жерге тастаған жоқ, сразу қыдырып қайтамын деп. Сол екеуін алып, сол семинарға шықтым. Енді ақшаны қайдан алдым деп ойлайсыздар? Ақшаны мен андай заттарды сата бастадым. Енді жаңа айттым ғой бағанағы, мен қанша адамға келесің деп сұрақ айтып қойыңыз деп өзімше бүйтіп айтқан кезде Олегтің келіншегі Динара өте ақылды, андай дальновидный әйел болып тұр ғой. Сразу айтты, Ғания, қазірдің басқа ақша жинай бер деп. Сол кезден бастап мен андай заттарды сатып үстінен 1000 теңге болса да Динараға өткізе беретінмін. Иә, мен қалтамнан салған жоқпын, мынаны сатамын, үстінен 500 теңге пайда көрсе, аламда өзімнің біліміме жартысын инвестиция салып отырдым. Күнде өнім сатам, жартысын беріп отырам. И семинар тыңдағанды сұрасақ, 30 мың теңге жиналыпты. Маған 45 мың теңге керек. Ар жағында 15 мың теңгені өзім туған әпкем Раушаннан қарызға сұрап алдым. 15 мың теңге жетпей тұр деп, 45 мың теңгемен сөйтіп семинарға барып қайттым. Ол кезде тоже Новосибирскке бардық. Өте айтамын да қазір, егер де мен дәл сол кезде сол ақшаны жинап жасамаған да, бұл да бір айтады ғой, бір проверка дейді ғой. Сынақ деп айтпаймын, проверка дейді, тексеріс дейді. Мынау не істейді екен? Иә, өзінің сөзінде жоқ, бара емес. Мынау сөз берді ғой. Сөзінде тұра ма, тұрмай ма? Сол айтамын, сол кезде Алла тағала мен аузынан әдейі шығарғанда. Ең бірінші көшбасшының қасиеті аузынан шыққан сөзге жауап бере білу керек та. Міне самый сөзінде тұра білу керек, сонысы керек та бізге. Иә дедім ба? Но жаңа Марат айтқандай ғой, енді немай қой, но жасау керек дегенде бұл жерде. Хочешь, но жасау керек. Сөйтіп мен бардым семинарға. Қасиет қой ол. Иә, андай семинарға қараңыз. Енді қараңыз, сол кезде мен кімді көрді дейсіздер ғой. Семинарға барсам, приглашенный гость, Кремльде президенттің советнигі болған бриллиантовый лидер келді. А біздің Марат Ақордада істеп жүр ғой. И сол кезде ол кісі айтты ғой, мен әйеліме қарсы болдым, бизнес жасама деп айттым деді. Мен ойландым да, значит, Марат мені көрген жоқ қой, ол түсініп тұрған жоқ қой. Значит, мен де қазір оны істесем, ертең менің де Маратым тура мына кісі сахнада тұрады екен. Просто мне надо көрсету керек бұл семинарда. Сол семинарда мен мақсатпен шықтым. Келесі семинарда қайтсем де 10 плюс жасаймын. Одан кейін өзімен бірге Маратымды алып келемін. Иә, енді қараңыз, бізде мынандайда былай күшіп тұрамыз, істейміз деп та. Просто эмоциядан бөлек, эмоция жетпейді бізге. Эмоция бізде аздық етеді. Нәтиже бермейді, ол 50% ғана. Бізге не керек? Бізге білім керек. Білім мен эмоция қатар жүру керек. Сол семинарда түсінгенім маған білім керек екен. Сол семинарда Маралхан беріп айтты. Бақытты, байқуатты отбасы болған керек ма деді. Иә дедім, бақытқа жазып отырмын. Бірінші кезекте де сен жан-жағында адамды жақсы көре бастады. Мүмкін енеңді ұнатпай шығарсың, енеңді жақсы көрді. Мүмкін қайнысыңды ұнатпай шығарсың, қайнысыңды жақсы көрді. Мен саған айтпаймын деп барып, жаңағы мен сені жақсы көремін деп айт деп айтпаймын. Хотя бы мынандай қағазға жазыңдаршы, мен сені жақсы көремін деп.
білесіз ба, мен сол келгеннен кейін соны жаздым, бірақ бірден жазған жоқ. Әрбір әйел үшін ол сөзді жазу өзіңмен күресу керек. күресу ол өте қиын. Мына былай қарайсың ғой, жазғанда тұрған не бар дейсің ғой, жазып атқан кезде жазасың, бірақ мына жердегі мына Ғани айтады, біреу айтады, жазсай Ғани сен бақытты болғың келеді ғой, жазсай, айтты ғой саған Марал ханым жаз деп айтты ғой, жазсай дейді. А біреу айтады, сен неге жазуың керек, саған не істеді ол дейді. Ол баяғыда білесің ба, бидеп айтты ғой саған. Реніштерің бәрін есіңе түсіріп Бүкіл, иә. Хотя сол әңгіменің бәрін ол кісі ұмытып кеткен айтқанын. Біз ғой әлі көтеріп жүрміз, ана груз қылып көтеріп жүрміз, баяғыда бидеп айтқан, ол үйдеп айтқан деп. Бәрін іліп алып қап қылып, ауыр жүк қылып көтеріп жүрміз соны ше. Содан келіп алдым да ең бірінші Марат бізді қатты жақсы көреді деп жаздым. Басын сөйтіп жаздыңыз. Потому что неге мен қазір ойлаймын, неге жаздым деп ойлаймын да. Енді Марат жақсы көрмеді емес, жақсы көрді ғой. Бірақ ол жұмыстан келгенде бізбен сөйлеспейді, өзімен өзі, сондай кезде бізге не ой келеді? Жақсы көрмейді емес. Біз ойлаймыз, біреу бар-ау бұны. Сразу әйел адамға сол ой келеді. Бұның біреуі бар-ау. Что-то менімен әңгімелеспей қойды, что-то темасы бөлек, еще тамақ ішпей қойса, сразу ой кетеді ғой. Мынау қай жақтан тамақ ішіп келді дегендей да. Иә, жақсы ой келмейді, сразу жаман ой келеді да. Сосын ананың артынан аңдып жүресің ғой. Так, телефонын қарап, қандай сообщение, өзіміз тартып алады екенбіз да. И мен сразу сол неден бастап Марат бізді қатты жақсы көреді деген жазуды бастадым. Марат бізді қатты жақсы көреді. Сосын мамалар, папаларды жаза бастадым. Просто ол кісілерге өзіміздің үйіміз арендада, бірақ соның өзінде де папа мамаға үй әперді, ол кісілерді санаторийға апарып жатырмыз. Сондай шуба әпердік, алтын әпердік деп жаңағы бәрін. Сонда өзімде алтын жоқ, өзімде шуба жоқ ол кезде да, өзімізде үй, ипотека, машина жоқ. Бірақ соның өзінде жоқ нәрсені біреуге тілей білу ол үлкен бір айтады ғой, күш қой, оны сен тілей алмайды екенсің. Егер сауатымыз жоқ болса, тілей алмайды екенсің. Мен сауатым болған жоқ, қанша 2 дипломым болса да, мен тілеу жағынан ойбай. Оны Ринат сіз түсінбейсіз. Үшін әйел адам болмаса кім шығу керек оны? Сіз таң алып отқан шығарсыз, ойбай, Ғани осыны болған ба деп. Ода тұрған не бар деп шок болып отқан шығарсың. Ер азаматтар түсіне бермейді. Ер азаматтарға жеңіл. Ер азаматтарға өте жеңіл береді, өте ашық болады ер азаматтар. Алла солай жаратқан ер азаматтар. Ер азаматты дейді, әйел азаматты материалистқа неғып болған екен да, бізді байлап болған екен да, сіздерді рухани жаға байлап болған екен да. Көрдіңіз ба, біз материально ойлап тұрып, сіздер рухани жаға ойлап тұрады екенсіздер. Содан жаңағындай жазып, жаймен жаза бастап, бір уақыт өте келіп мен уже кәдімгідей спокойно, жақсы емес, спокойно беретін болдым. Мен уже визуализация жасай бастадым, мен уже алып беріп жатырмын. Мен уже шу алып беріп жатырмын. Маманың қуанғанын көз алдыма елестетіп жатырмын уже. Көрдіңіз ба? Соның бәрін жаза бастадым. Күнделікті жаза. Маратқа машина алып беремін деп жаңағындай ше. И Маратқа айтамын, Марат, жүрші, салон, магазиндегі салонға барайықшы деп. Машина сатып жеп. Автосалон. Марат айтты, зачем дейді? Давай көрейік, саған жарасатын машиналарды көрейікші деп. Визуализация. Сонда салонға барып кірген кезде, енді ол кезде біздің жұпыны киініп алғанбыз. Марат екен, онша киініп жоқ енді. Кіріп барғанда біздің жаңағы недегі салондағы консультанттар бүйтіп басқан аяқ бүйтіп қарады. Деп қарады, аналар кімдер дегендей. Бізге даже консультация да берген жоқ. Біз өзіміз барып, жаңағы машинаның ішіне отырып, Маратты суретке түсіріп, давай ақ джипке отырып көрші, давай қызыл джипке отырып көрші, қандай екен, күшті екен деп суретке түсіріп, Мараттың өзіне де ана чувство келді ғой. Сезім, менде ол маған жарасар екен бұл машина, менде лайық екен ғой бұл машинаға деп. Сөйтіп ол өзіне сене бастап. Сосын келе жатырып, әдемі ЖК-лар бар ғой, солардың қасына барып екеуміз суретке түстік. Мына жердің 3-ші этажынан үй алдық деп. Сөйтіп соның бәрін коллажмештегі жабыстырдық. Әдемілеп тұрып жабыстырдық. Саяхатта Португалияны білмеймін ол кезде, Дубайды да білмейміз. Өстіп представляем, шетелді жөнді білмейді екенбіз ше. Білетінбіз, Москва болды ше, басқа ештеңе білмейді екенбіз. Бізге Москвадан басқа не жоқ. Россиядан басқа шетел жоқ сияқты да. Содан жаңағы интернеттен тауып солардың бәрін жабыстырып шықтық. Суреттер жабыстырды. Сөйтіп бәрін әдемілеп жабыстырып, Жанболат ағамен Марал ханымның суретін жабыстырдық. Сонда күнде таңертең тұрамын да Жанболат ағамен Марал ханымның
андай видеоролигі бар, өмір успехқа жизненный ролик дейді. Соны таңертең 7-де тұрып қосам. Сөйтем де қарап отырамын. Үйде Маралханның қасында жүрмін мен. Кухнясын көрсетеді, залын көрсетеді, иә. Емес, ол кісінің үйінде жүрмін. И жұмысқа бара жатқанда да записін қосып алғанмын да, ол кісілердің записін тыңдап баратам. Именно сол кісілер менің кумирім болды. Тыңдайын, үйге келіп, уже түсіме кіре бастады. Менің түсіме кіре бастады ол кісілер. Уже каждый түсіме кірген сайын мен уже бұның бәрі белгі деп қабылдадым. Значит, Алла Тағала маған белгі ашылды. Иә, мені семинар ашты ғой махаббатымда. Сонда Маралхан сахнада тұрады, мен артта отырамын. Маралханның қасына бару үшін менде қаншама қатарлар тұр. Ана жаққа жету үшін мен деген қанша этаптарды өтуім керек екенін көріп тұрмын да. Менде прям айтады ғой, мынау қалау Маралханның қасында жүрсем, Жаңыл атаның қасында жүрсек қой, Марат Жаңыл атаның қасында жүрсе, мен Маралханның қасында жүрсем ғой деп, сондай бір қалау болды ғой менде. Арман дей ма? Арман болды ғой. Жатсам да, тұрсам да сол кісілерді ойлаймын, сол кісілерден басқа ештеңе ойламаймын. Сол кісілерді ойлай берем, өзі Инстаграм жоқ қой ол кезде. Только видеоларды қосып қойып, көремін. Флешкамен телевизор қойып қоямын, соны көріп, сонымен қаладым. Мен айтпаймын, мен товар көп саттым деп. Я сатқан шығармын, саттым басында. Басында мен семинарға барғанға дейін саттым. Өйткені мен ойладым, бұл жерден только сату керек деп ойладым. Тек сата берем. Сөйтем де мен ақшаға қарық боламын да, байып кетем деп ойладым. Оказывается, бұл жерде сату емес екен. Қазір таңда мысалға қандай кісіге айтсам да, барлығы ойында бірінші сату тұрады ғой, байқасаңыз. Мен сата алмаймын, мен тіркей алмаймын деп. Ал қазір мен сізді тыңдап отырып, мына жерде не деген құндылықтар бар, иә? Ақшадан да басқадан да бөлек қандай керемет жаңағы рухани байлық, иә? Адамның ойы өзгеру. Маған керемет болып тұр сіздің мына неңізге қарап, бізде тыңдармандарымызда ой өзгеретін деп. Жоқ, неге адам айтады, неге мен сата алмаймын, мен тіркей алмаймын деп. Менде бизнеске келген сөйде ойладым. Маған мен ешін раушаннан қаштым. Өйткені мен ойладым ғой, мен сата алмаймын, мен адам тіркеле алмаймын. Менде 2 диплом бар, мен не үшін оқыдым, енді осы қалған, осыны сатып, осымен жүруім қалды ма? Менде эго тұрды ғой. Өзіме сенбеушілік, менің қолымнан келмейді деген қорқыныш менде де болды. Ол бүкіл адамның ішінде қорқыныш болады. Даже МВД істемесең де, басқа салаға барсаң да сенде қорқыныш тұрады. Сонда сол қорқынышты қай кезде жеңеді? Әрекет жасаған кезде ғана жеңеді адам. Әрекет жасамаса тәуекелге бармайды. Әрекет жасамай тұрып тәуекелге кіріп кете алмайды, потому что тәуекел ету үшін де ол әрекет жасау керек қой. Иә, бірінші басында аздан бастайсың, бірден тәуекелге бармайсың. Аздан бастайсың, кішкене қадам басасың. Мынау мен қолымнан келді ғой. Давай ананы істеп көрейінші, мынаны істеп көрейінші деп, істеп келгенде уже, оказывается, мен қолымнан келеді екен ғой. Давай жасайшы деп да. Сонда менде продажамен қолымнан келген жоқ. Бірақ айтам да, өмір сені қинамай тұрған кезде лучше продажа жасап кеткен дұрыс екен деймін. Басында? Иә, өйткені неге деп айтам? Басында екеуміздің айлығымыз 250 мың болды. Сол кезде жаңымен ғой, жұмысқа келіп, ұялып, сата алмаймын деп жүрдім ғой. Ұялып жүрдім, қойшы, кімге сатамын деді. Жаңағындай баратын жұмысымда қиындық болып ақшаны қиған кезде Алла Тағала қиды ғой енді. Не істедім? 4 аяқтап тұрып сата алмаймын деген адам көше арнау сатып кеттім ғой мен. Не үшін? Потому что 78 мың кредитке жетпейді, 138 мың кредит балаға тамақ. Иә, сосын мен алдымда көшеге шығып алып тұрып, Астанада. Әр магазинге кірдім. Әр магазинге кіріп, товар сататын болдым. Әр магазинге столдарды кірдім. Қуып шыққандар да болды мені. Шығып кетіңіз деп, ваш МВД не нужен деп. Қуып шыққандар болды. Соның бәрін жеңемедіңіз. Иә, мен даже жақындарым айтты ғой, қашанға сатып жүре бересің қане деп. Даже болды бізде Мараттың туысқан апасы. Сыған келін келе жатыр деп. Сыған келін келе товардың бәрін сатып кетеді кәсіпкерлерге деп. Солай да болды. Онда естідім мен. Конечно. Мен просто оларды естіген кезде мен айтатынмын, Алла Тағалам мені бір осындай бір қиындықтардан шыңдау үшін осындайларды беріп жатқан шығарсыз. Бұны да өтемін. Бұның насип. Онда тұрған не бар? Мен сатып атсам балалардың тамағы ғой. Даже менің ең ключевой сөзім, адамдарға барған кезде адамдар айтады, жаңағы
дц бағасын бере салсайшы дейді да адамдар. Мен айтамын, әпке деймін, мен өз бағасынан беретін болсам, мен үйде жатайын ба? Мен ерігіп жүрген жоқпын ғой. Осы үстіндегі ақшасына мен бала шағам наны қылып отырмын. Шындап келген сөзі наны болды. Мен айттым, наны болып отыр. Егер де мен балаларым қарным тоқ болса, жаным қиналмаса, мен зачем арнап сатамын мен? Мен жаным қиналып тұрғаннан кейін келіп сатып тұрмын ғой сізге деген кезде, ана кісі маған қарап 100% маған алады. Үйге келемін да, айда пайдамды санаймын. Ана пайда келген кезде, ана қуанамын да, молодец деп ше. Кейде бір шарик өтесі дарын саттым. 300 теңге пайда таптым. Бірақ 300 теңге деген жоқпын. Қазір жа 300 теңге деп тұрғанымда, асыл кезде 300 теңгені, 300 теңге хотя бы автобусымды шығардым. Менен расход болған жоқ. Главный расход болған жоқ. Ничего, бүгін болмаса ертең болған. Иә, а білесіз, ертесіне менің подружкам бар, Алжир деген неде істейді, музейде істейтін, қазірде істейді. Өте күшті, подружкам өте жақсы. Сол айтты, Ханя біз жаққа келсейші, бізде как раз айлық түсіп жатыр, қыздар МВ-дің товарын алады деп. Ой, мен сол кезде көрсеңіз, эксімді алып алып тұрып, дорожный сумканы алып алып тұрып, таксиста бардым, саттым, 18 мың теңге пайда таптым. 18 мың теңге пайда жолда келатып санап келатым. И то оны санамайтынмын. Марат звондады ғой маған, менде Марат строгий болды. Қазір көбісі ойлайды әйелдер, менің Маратымда күйеуім болса мен бриллиант тауып кетер едім деп ойлайды да көбісі да. Бірақ Мараттың бизнеске деген қандай болғанын білмейді да көбісі. Өте строгий, военный. Бір айтты ма болды, орындалу керек. Сондай не дай бог деп айтатын еді. Сондай бір строгий болды. Сіздің жолдасыңыз олай деп. Иә, сөйтіп ойлайсыз. Сіздер ойлайсыздар, Марат күшті. Дәл осылай келгенде ғой сізге. Марат қылған Жанболат аға. Тәрбиеледі. Шындап келген кезде, Жанболат ағаның қасында жүрген кезде көп нәрсені үйренді. Сабырлықты да, ойлауды да, көп нәрсені үйренді. Сонда жаңағындай ғой, Марат сондай қайдасың деді ол маған. Мен Марат қайдасың деп звондаса, аяқты кетеді деп қорқамын кәдімгідей. Не айтамын деп. Айттым, қазір келе жатырмын деді. Енді келе жатырмын такси. Ақмол мен Астананың арасы 30 шақырым. Ойыма неше түрлі не айтамын. Сразу санап жатырмын, 18 мың теңге пайда таптым, соны айтамын. Успокойно, қиын доғырсың, оны мен ашуым басуым керекпін. Үйге келсем, қайда жүрсің деп айтты. Мараттың, мен Раушанды жақсы, мен мысалы Мараттың өте бір ақкөңіл да, бір жерде қашан қатты болған мен, бірақ ол ақкөңіл. Раушанды қатты сыйлайды, ауаны мен сестра әпкелерімді, ағаларымды, інілерімді қатты құрметтейді, қатты сыйлайды, ата-анамызды да қатты сыйлайды. Соны Раушанға көмектесейін деп товарын алып барып сатып келіп едім деп едім. Хорошо, ладно деді. 18 мың теңге пайда көрдім дедім мен. Сонда Марат да 18 мың пайда көрдің ба? Онда өзің бизнеске кіріп істей бермейсің ба деді. Маған да сол. Как раз сол жер керек еді. Қазір ана коучтың арқасы. Бұл жағында коучтардың көп әңгімелері жөнінде айтылады да. Сонда мен деп айтамын, әйел адам айласын асырса, 12 ешектің күшін алып тастайды дейді екен да. Айласын асырмаса, 12 ешектің жүгін артамын дейді екен да. Мынау айла асырдың ғой енді бар ғой. 18 теңге пайда таптым дедім. Өзің тіркеліп алмайсың ба дедім. Бірдеңе айтайыншы Марат саған. Не айтасың? Мен уже 3 ай жоқ қойдым. Қашан үлгеріп жүрсің деді маған. Сол Раушанға көмектесіп жүредім. Раушан айтты, сен осындай болып тұрсың, осындай ақша түседі деп 5 мың теңге айлық алдым. Бопты онда, өзің істейді, бірақ маған тиіспе деді. Все, тиіспеймін саған. Өзім жасай беремін деді. Көрдіңіз, ең бірінші Мараттың келісімі осы жерде. Уже басталды. Өзің істей бер, бірақ маған тиіспе. Хорошо. Содан бастап мен түбі бұл Маратты мен бизнеске алып келуім керек. Қалай алып келем? Иә, қалай алып келем? Ол неге ол болды? Көп әйелдер бизнеске келген кезде біз сырттан істейміз. Қолдауды, қазір мен астынан адам кірсе, ол өссе, мен соның арқасында өссем деп. Жоқ, бұл сетевой бизнес ондай емес. Сетевой бизнес бірінші сен елге көмектесесің, елге көмегін алғысын алғаннан кейін ғана сен жемісін жейсің. Бірінші бересің, сосын екінші аласың. Бірінші алам, сосын берем деген жоқ бизнесте. Сонда Марат, бірінші Маратымды мен көндіруім керекпін да. Өйткені
бұл сетевой бизнесте Роберт Кийосакидің керемет сөзі бар. Сетевой бизнесте дейді, бірінші сен көп уақыт жоғалтасың, көп энергия жоғалтасың, бірақ аз ақша табасың. Бірақ уақыт өте келе сен аз энергия жаратасың, аз уақыт жаратасың, бірақ көп ақша табасың дейді. Білдіңіз ба? Сол кітап білем ғой, кітапты оқыдым да, сол кітаптан кейін мен не істедім? Мен уже көп уақыт бөлуім керек. Көп уақыт бөлу үшін Мараттың келісімі керек. Өйткені кейде тамақ істетпей қаламын, кейде үй жиналмай қаламын. Ол кезде Марат ашуланады. Сен қаңғырып жүрсің, балалардың қарны аш. Енді ер азамат үшін бала шағаның қарны тоғы керек, үйдің тазалығы керек, үй уюта болу керек та. Келген кезде уюта. Содан болса болды бұл кісілерге. Не жетпей жатыр саған дейді. Ал біз әйелге не керек? Бізге әдемі киіну керек, шуба кию керек, тағу керек, қыдыру керек, саяхатқа бару керек. Біздің арманымыз өте андай да, үлкен әйел адамның ше. Әйел адам армандаған сайын еркекті армандатқызар екенбіз ғой біз. Біз еркектің арманын ашатын, біз оятамыз, еркектің арманын оятатын, қасында жатқан әйел екен. Сонда жаңағындай тағдыр жасауым керек. Таңертең ерте тұрамын, запись қосып қоямын, тамақтарын бәрін істеп қоямын, үйді жинап қоямын да кетемін сатуға. Аралаймын, көше аралаймын, зат сатамын, пакет, қыздан айтатындай бар, саған деп ше. Пакет, қолымда қолға күн суық, кәдімгі аяз, Астананың суығын білесіздер ғой, деп жүремін жаңағы, әр неге кіріп, қолымда сумкада товар бар, МВ деген пакет бар қолымда. Жүргенге, Алла тағала көріп тұрсыз ғой, бейнетім, зейнетім керек өр деп, Алламен күндесем, жүрген сайын Алла тағалам берші, адамнан берші, тілеп. Сөйтіп тамақ сатып келем, үйге келем, дәптерім бар, сыртында пайда деген жазуым бар. Күнделікті сатқан затымды жасадым. Қанша зат саттым, қанша баға орындадым, қанша пайда таптым. Сөйтемде Марат жұмыстан келетін күні жататын жеріне қойып қоямын, әдейі қойып қоямын, Марат көрсін деп ше. Марат келеді, кино көрді, татаған дәптерім пайда дегенде жазып қоямын, көзге түседі анау ше. Ал бүйтіп қарайды. Бір ай продажа жасаймын. Да, бір айда 1000 балға дейін товарооборот жасаған кездерім болды. Неге товарооборот жасаймын? Басында маған клиентский база керек. Мен Астанадан ешкімге танымаймын. Азғантай ғана адам танимын. И холодный контактпен жүрдім. Көше араладым, адам іздедім. 1000 балға дейін товар сатамын. Үйге келемін. Сонда Марат қарап отырды. 150 000 теңге пайда тапқан кезім болды. Одан айлық алып жатырмын. Айлығымды еще жазып қоямын бүйтіп, қанша айлық алғанымды. Марат айтты, Ханя деді, сен де шаршап жүрсің ғой деді. Вот самый Мараттың тоже бір жақсы бір несі шешімі болды осы жерде. Шаршап жүрсің ғой сен. Мен анау Toyota Карина деген машинаның рахатын жұмыстағылар болып жатыр. Мен соткаға түсіп кетемін. Ана починадан капитан, сіздің машинаңызды алсам бола ма деп сұрап алады, беремін. Одан да сен рахатын көрсек, сатайын да саған автомат машина беремін. Сіз көлік жүргізе аласыз? Мен көлік жүргізе алмаймын, бірақ права бар. Бәріміз қыздар сол права алып аламыз, машина білмейміз. Машинамыз жоқ, права бар дегенде ғой, короче. Арман ғой бізде ше, әйелде арман. Бір права бар, әйтеуір бір машина алып айдармын деген ғой, короче. Сондай мен алғанмын. 2011-де алдым правамды. 2011-де не үшін менде өкпеде, 2010-да неге менде өкпеде ісік обнаружить етті. Мен алған жоқпын. Просто рентгенге түскен кезде, праваға документ тапсырған кезінде обнаружить етті. Әйтпесе мен беспокоить еткен жоқ ол ауру. Содан сол мені жаңа стресс болды, өйтіп жүріп 2011-де бірақ алдым правамды. 2011-де алдым, машинаны 2015-де алдық. Өйтіп сол Марат, давай Каринаны сатайындар. Вытягу етіп тұр, бір жағынан, егер права болмаса, может быть, Маратта машинасын сатып алған бермес пе еді. Дайындап қойған ғой, Алла тағала деп ойлаймын да мен. Сонымен не керек? Марат Каринасын сатты, өйтті де маған Golf Trager берді. Volkswagen Golf Trager автомат алып берді. Автомат алып берді. Сол машинаны айдамаймын ғой. Неге айдамайсың дейді маған. Айтам, автобуспен жүрсем бензин эконом болады деген. Ана мышление, әйел адамның үнемдеу. Жаңағындай продукталардың болса, есіктің магазин емес, базардан барып алып келемін. Тиын үнемдеген. Ана жерде қай жерде арзаны бар екен деп жүру. Автобуспен жүре салайын. 70 теңге, туда 70 теңге, 140 теңге ғой. Бензинге 500 теңге келіп, анаған 140 теңге. Ана өте кедей мышление ғой. Біздің өте кедей мышление. Сонда Марат айтты ғой. Негізі адай, кейде ер азаматтың бір қайрап сөйлейтінді керек бізге. Ой, сенің қолыңнан боқтар еді. Жігерден. Сен жаман намысыма тиді.
әкеш керек кілтті дедім мен ана ызаланып айтқан сөзіне. Негізі Марат соны айтпаса мен оны айдамас едім. Бірақ оған дейін мені Марат дайындаған еді. Сөйтіп онда жаңағы жұмысқа сөйтіп бардым. Барғаннан кейін Марат сылаңдап, қалайсың Ғания, ағай сен жеттің бе, ана сен жеттің. Білдім ғой Ғания, сен қолыңнан келеді. Сен істей аласың ғой оны. Дегенде анау обиданы бәрін айтып қалды. Ұмытып кеттім ғой Мараттың ұрысқаны, боғым боқта келмейді деген сөзі. Просто мен бұдан не айтқым келеді? Алла тағала ер азамат пен әйел азаматты босқа қоспайды екен. Бір-бірімізді тәрбиелеу үшін қосады екен. Жаманын жасырып, жақсысын асырып деген дейді. Сонда Марат айтса да болатын еді сол жерде да. Айтпаса да болатын еді мысалға, сен қолынан келеді деп. Айдап барсам болыпты, соққан жоқсың ба деп ұрысса да болатын еді да. Жоқ, ол маған айтқан еді, сен қолынан келетінін білемін ғой мен, сен айдай аласың деп. Сөйтіп машинаны спокойно айдап кеттім мен. Айдап кеттім, сол машина өте күшті, қолғабыс болды, товарлар салып аламын, товар сатамын, жұмысымды бітіремін, жүгіріп кетіп товар сатып кетемін, жұмысымды бітіремін, жүгіріп кетіп товар сатып кетемін. Сөйтіп 12% жаптым. Сөйтіп 12% енді жапқан кезде Марат айтты, Ғания епке мен басын ұстаған суға кетеді. Сіз жұмыспен еңбекті қатар алып жүрсіз? Қатар алып жүрдім, иә. Сен или МВ, или энтузист таңдасың деді. Как раз сол маған керек болып тұр еді, мен айттым, мен МВ таңдаймын. Бұл жерде тағы айтқым келді, кейде бізде әйелдерге осындай таңдау тұрған кезде әйел азаматтар таңдау жасай алмай тұрады. Ана жақтан да ала берейін да, мына жақтан да ала берейін да деп ашкөзденіп тұрамыз да. Анау да болады ғой, мынау да болады ғой, екеуін де ала берейін да деп. Неге мен 12% шешім қабылдадым? Өйткені менде уже команда, маған сеніп келген адамдар болды. Өскім келеді, мен де жетістікке жеткім келеді, мен де қарызымнан құтылғым келеді, мен де жақсы өмір сүргім келеді деп. Сонда мен өзім сол кезде жақсы, мен кредиттен құтылған жоқпын. Мен ол кезде прям өмірім деген рахат болып жатыр деп айта алмаймын. Астында тұрған машина кредитке алған машина. Үйіміз кредит, мебель кредит, бәрі кредит. Бірақ ана адам маған сеніп келіп тұр да. Неге сеніп келіп тұр? Потому что мен 12%-да 150 мың теңге айлық алып тұрмын да. Ол ойлап тұр да, мен де сол Ғанияның алып отқан 150 мың теңгесін алсам ғой деп тұр. Ол анау жоғары жақтағы бриллианттардың айлығы анау тұрған жоқ. Ол менің алып отқан табысымды ол да соған жеткісі келіп тұр. Енді ол қалай жетеді? Егер мен оған уақыт бөлмесем, мен оған үйретпесем, мен оған барып үйретіп қасында жүріп кішкене шындап қорқынышын жеңдірмесем, қалай ол оған жетеді? Содан мен айттым Маратқа, Марат, мен МВ таңдаймын дедім. Сол күннен бастап мен уже заявление жаздым жұмысқа. Последующим увольнением, отпускіден кейін жұмыстан шығамын деп. Әрине менің заведующим өте жақсы кісі болды. Бауыржан Советович деген кісі. Ол кісінің жақсы көмекшісі болдым, сағаттарын бөліп беріп жүрдім. Сонда ол кісі неге кетіп бара жатсың Ғания деді. Бір жағынан маған жұмыстан кетуіме себепші болған нәрсе, бір себепші болды. Ағайым маған айтқан еді, Ғания, сен маған көмектесіп жіберсең, мен сені ешқандай қосымша сабақтарға неге жұмсамаймын. Свободный боласың, сабағын жүргізесің, кете бересің деп айтты маған. Мен сол маған қызықтырды. Неге? Өйткені Марат суткалап үйде болмайды, мен балдарға қарамаймын. Дұрыс па? Сол кезде не істедім? Ағайдың сөзіне сендім да, мен 3 ай 62 мұғалім сағатын бөлдім ғой. Күні-түн. Сағатты бөліп болғаннан кейін комиссия келді бізге. Түнгі сағат 10 болды. Әлі комиссия тамақ ішіп отыр. Білесіздер ғой, комиссия келсе тамақ ішеді ғой олар. Бірінші тамақ ішіп сосын бір келеді ғой. А мен балаларым үйде аш. Ағай айттым, мен үйге барып 2 балам 9-да 6-да тамақ беріп келсем болады ма деп. Енді ағай мүмкін ол кісінде кінәлаудың керегі жоқ. Өйткені ол да қылдың үстінде тұр да, комиссия келіп жатыр да. Ол да қорқып тұр да. Айтты, короче, заявление жазды, кете бер деді. Ана сөз, берген сөз, бәрі менің көз алдыма келді. Бірақ ренжіген жоқ ағайға. Мен айттым, просто Алла тағала, Ғания, сен өміріңді не застрахованный, сен өмірімді, өмір бақында должностьта жүресің деп, сен сенбе, сен любой время кетіп қалуың мүмкінсің. Любой время сен жұмыссыз қалуың мүмкінсің деп маған сигнал берді. Маған деді ғой, белгі берді, ойлан деді. Маған өмірімді өзгерту керек, маған басқа жұмыс табу керек деген, запрос дейді ғой, запрос тастаған кезде МВ келді ғой. Вот көрдіңіз ба, просто так МВ келмепті бізге. Запрос тастаған кезде келеді екен. Сол кезде, хотя ол кезде мен МВ-данмын, просто жай жүрдім мен. Жай товарын сатып, бүйтіп жүрдім. Ал анау болған кезде уже менде, оппа, серьезно қабылда, аэродром жаса деген уже сигнал келді. Сол кезде бастап мен уже ключевой рөл еттім. Бұл бизнесте кім өседі?
ключевой адамға болсын. Сол кезде бастап уже мен продукция аттанамыз деп жүріп. Бір сөзіңізді байқадық, команда деп жатсыз да. Команда құру, оларға қызмет ету, оларға білім беру сізге не береді? Мынандай ғой, әрине ол бірден команда шықпайды. Сіз айтып отырсыз, команда не береді деп тұрсыз ғой. Бірден команда мен жасайын деп шықпайды. Ол адам мен бизнес менің қолымнан келмейді деп тұрады. Бірақ сен сенесің де ол адамның қолынан келетін де. Понимаете? Мысалы, әр есік адамға барған сайын мен айтамын, Алла тағалам, бұл үйге мен жай әкелмеген шығарсыз. Көрдіңіз ба? Ол адам ойлап тұрған жоқ, мен МВ істеймін деп. Бірақ Алла біліп тұр да ол МВ істеу керек екен. Сіз арқылы жіберіп тұрсыз. Сізге жіберіп тұр ғой, ақпарат айт, мынау мынаған как раз мен сұрап, мысалы, мен де сұрадым ғой, Алла тағалам жақсы жұмыс берші, біреудің боғын тазаласаң да мынау кредиттен құтылатын жұмыс берші деп сұрадым ғой. МВ Раушан арқылы келгенде мен мойындадым ба? Мойындаған жоқпын. Мен айтқан жоқпын, мен Алладан сұрадым. Мен сұрап отырмын, бірақ оны сұрадым мен мойындап тұрған жоқпын. Көрдіңіз ба? Сол сияқты ол да сондай ғой. Ол сұрап тұр Алладан, дұғада тілеп, Алла тағалам, маған мүмкіндік берші, мен мынау қарыздан құтылайыншы, кредиттен құтылайыншы, маған бір мүмкіндік берші деп айтып тұр. Мына жақтан келіп тұрсың, сені қабылдамайды. Ол ойлайды, ар жақтан тақ етіп түссе, мен жаба құрсам деп ойлайды. Бірақ Алла тағала өйтке салмайды ғой. Әрекет ет, әрекетіне берекет дейді. Дұрыс па? Бізге сразу адамдар алғысы келеді. Әрекет жасағысы келмейді көбісі. Дұрыс па? Сол сияқты ана кісілерге барған кезде ол кісілер уже ойлап тұрмайды. Маған мен сен күтіп отырмын, Ғания. Как раз келген жақсы болды деп күтіп айтты олар. Бірақ олар мені жақтыртпайды, олар мені тыңдағысы келмейді. Соны каким-то образом соны тыңдатқызу бізге сауаттылық керек. Бізге білім керек. Бізге ол адамның потребностін анықтайтындай бізге качество керек. Понимаете? А ол бірден болмайды. Ол жылдап келеді. Сіз осыны сіздің миссияңыз деп көрдіңіз ба? Енді айтатын болсақ, адам, кез келген адам, Гаухар, өмірге келгенде қызы миссиясымен келеді. Любой адам болсын, барлығының миссиясы. Қарапайым мұғалімнің өзінде миссиясы оқушыны оқыту. Бірақ бүкіл мұғалімнің қайсысы адамнан оқытып жатыр. Бір мұғалім келеді, лишь бір уақыт өткізіп кетейін деп келеді. Ал бір мұғалім келеді, үйінен дайындалып келеді. Ол да өз миссиясын орындап жатыр. Дұрыс па? И мынау да менің миссиям, мен мұғалім ретінде, мен де миссиям оқыту болды. Студенттерді оқыттым. Ол да менің миссиям, болашақта кадр дайындау. Бірақ та мен салыстырдым. Иә, мен мына студентті оқытып жатырмын. Уақыт келеді, 63 жасында пенсияға шығамын. Қанша пенсиямен шығамын? Ол әлі белгісіз. Пенсия бола ма, болмайды, белгісіз. Ал егерде мына жерде мен МВ-да адамды оқытатын болсам, лидер қылып шығаратын болсам, зато маған лидерский вознаграждение келеді. Зато мен оның баламның баласына қалдыра аламын. Бірақ какая разница? Екеуде де адамды оқыту ғой. Там и миссия, и мында миссия. Просто Алла тағала таңда деп тұрды. Или болмаса бір айлықта жүріп миссияңды орындай бересің. Или мына сетевой бизнесті адамдарға оқытып жүріп, болашағында баланың қалатын табыс табасың. Міне, бағаласаң, анау да миссия. Мынау да миссия. Дәрігерде өз миссиясын. Мен айтпаймын, дәрігерлер, юристтар миссиясын орын. Бәрінің де миссиясы елге қызмет ету. Бірақ елге қызмет еткенде адалынан қызмет етіп жатыр ма? Әлде адалсыз ба? Сонда әр үйге барған сайын ана кісіге каким-то образымен жеткізуім керек. Құлақ бірден ашылмайды. Адам бірден қабылдамайды. Кейбір адамдарға жылда уақыт қажет етеді. Жаңағы тамшы бар ғой, тамшы тас жарам дейді ғой. Дәмедеп тамшы тама береді, тас сосын жарылады. Тура солай ғой бұл жерде де. Әр адамға барған сайын жаймедеп, қарағым шырағым деп сөйлесіп, жаймедеп сөйтіп отырып тарттық. Бірақ білесіз ба, бүйтіп қарап отырсам, мен өзім уақытым жоғалтып отырмын. Ана адам қашан созревать етеді деп күтіп отырсам, мен уақытымды жоғалтып отырмын. Ол адамның созревать етуін күтіп отыратын болсам, уақыт жоғалтып отырғанымды түсіндім да, и просто ойладым. Я ищу тех, кто ищет меня. Сол күннен бастап ойымды өзгерттім. Мен іздеймін, мені іздеп жүрген адамдарға. А мен кімді іздеп жүрмін? Мен продукцияны өзі қолданатын,
маркетинг планды үйренеді, оқитын, білім алып кітап оқитын, запись тыңдап өзінің кругозорын кеңейтетін. Бізде апта сайын ОМП болады, сол ОМП-дан қалмайтын. BBS 3 ай сайын BBS семинар болады, сол BBS-тен қалмайтын. 6 айда бір рет біз семинар болады, сол семинардан қалмайтын. Осы қадамды орындайтын адамдарды істедік. Любой адамға барған кезде сразу келісетін. Жасайсың ба? Мен саған 70-80% уақытын беремін. Жоқ, мен пока дайын емеспін десең, онда 20% уақытын беремін. Келісіп алатын болдым. Сөйтіп, келісіп отырып, ішінен ключевой адамдарды жаймен кім навстречу келді, соларны істей бастады. Сұрақ сізге. Енді барлық адамдар болады ғой, мында бір жалқаулық. Бірақ мен сізді жалқаулардың қатарына қоса алмаймын. Себебі біз сізді әрқашанда көріп отырамыз. Бірде Қызылорда, бірде Тараз, бірде Шымкент, бірде семинарда жүресіз, бірде обучение беріп жүресіз. Бір қарасақ фитнесте жүресіз тіпті. Сізді жалқаулардың қатарына қоса алмаймын. Бірақ мында болған кезде сізді не күш тұрғызады? Или сұрақты қалай қойса, сізге не мотивация береді? Екі этапта айтуға болады. Например, жетістікке жеткенге дейінгі жалқаулықты қалай жеңдіңіз, иә? Қазір жетістікке жүргенде жалқаулықты қалай жеңесіз дегенде, иә? Жетістікке жеткенге дейінгі өз-өзіме мотивация маған бергені отбасым болды. Отбасымды арман картасын жасағанда былай болды бізде. Басында бірден арман картасын жасаған жоқпын. Жетекшім сұрады, Ғания, сен арман картасын жасадың ба деді. Жоқ, жасаған жоқпын. Ғания, сен арман картасын жасамасаң, сенің бизнесің алға жүрмейді деді. Содан үйге келгенде, Олжасым 9 жаста, Гаухарым 6 жаста, 6 ай толмаған. Толды или толмады, не помню, толған жоқ, кажется. И мен айттым, армандарың бар ма дедім екеуіне. Сонда мен жетекшім айтты, арманың жоқ болса, үйдегі балаларына сұрашы арман. Сонда менен сұрады, сен арманың бар ма деп. Мен айттым, мен арманым бар дедім. Қандай арман дегенде, кредитсіз өмір сүру дедім. Ақасы ол арман емес екен ғой ше. Қандай сауатым қандай төмен болған деп қазір ойлаймын да. Кредитсіз өмір сүру дедім. Сонда жетекшім айтты, сен үйге барып балаларынан сұрашы, балаларының арманы бар ма екен деді. Маған бетіме басқан жоқ, арманың жоқ қой сенің деген жоқ. Грамотно жеткізді. Үйге келіп Олжас пен Гаухардан сұрағанда, Олжас айтты, мама, бізде бір джип машина болса деді. Мектепке бабам апарып алып келсем деді. Джип неге білмейміз ол кезде. Гаухар айтты, мама, бізде лестницасы бар, бассейні бар, үй болса деді. Сол кезде сен айтатын болсаң, ипотека 3 бөлмелі квартирадан 54 жасқа дейін төлеу керекпіз Марат екеуміз. Ипотека мойнымызда. Сөйтіп тұрып сен коттеджді армандай алмайсың. Құдай бір хотя бы бір 74 квадратты, 300 квадрат деп сол азғантай нәрсені армандайсың да ол кезде. И то 74-тің өзіне тәуба дейсің. Кейде мысалы қарап отырсаң, кейбір үлкен кісілер 50 квадратта, 74 квадратта тұрып жатқанын көргенде ойлаймын, мына кісілер армандамаған екен ғой деймін. Түсіндіңіз ғой да? Сонда мынау арманды қатты не болу керек та кәдімгі. Айтады ғой, дерзкий дейді ғой арман. Арман деген қорықпау керек. Иә, қорықпау керек. Аллаға сенем, Алла береді, маған деу керек екен да. Ал балаларды бүйтіп жастырды. Айтады ғой, ана, сен егер шексіз армандай алмасаң, сен Аллахтың құдіретіне сенбейсің. Иә. Аллах үшін бұл сенің арманың түкке тұрғысың. Сұра дейді. Сенбестіктен. Жаңа сұрамаймыз ғой Алладан. Ол қайда деп. Ана сенбеген кезде біз өзімізге сеніп тұрып Алланы ұмытып кеткенмен бір дейміз ғой. Просто қорықпау керек. Соны балаларым үйретті маған. Жаңа сізге мотивация берген балаларыңыздың арманы болып тұр. Иә, арман алып жабыстырдым ана жерге. 150 теңге ақшам кетті, әлі помню. Неге білесіздер ма? Өйткені бір нанның ақшасы сол кезде 75 теңге тұрды. И менде айлық алған кезде Марат ақшаны күнделікті нанға бөліп конвертке салып қоятынмын. 30 күннің нан ақшасын салып қоямын, артық ақша жоқ бізде. Ана нанның ақшасы жаратып кетпеу керек. Арманда картасы істегенде 2 күннің ақшасы кеткен, нанның ақшасы кеткен. Сол кезде айтқан едім, 2 күннің нанның ақшасы кетті. Деген сол әлі есімде. Сонда мен айтамын ғой, сол есімде қалғаннан білуге болады да, мен тиын санап жүргенімді ше. 150 теңгеге армандар картасын. Сол кезде плакат 70 теңгеге алдым, клей алдым, суретті шығарып сөйтіп жабыстырдық. Соны жабыстырған кезде ана ремонттан кейін кредитке жасалған ремонт қой. Сонда Марат айтады да, немен жасап қойғансың, арбойды құртып дейді. Сонда көрдіңіз бізді мектепте үйреткен жоқ армандауды. Сосын кейін Марат қайта, Марат нан сұрап тұрған жоқ, тұра берсінші деп. Уақыт өте келе Мараттың өз армандай бастады. Көрдіңіз ба? Әйел адам арманда алға қарай ұмтылса, ер азаматта соған ілеседі. Просто ілу керек, жасау керек сол армандар картасын.
сонымен мен двигатель келіп уже бірінші саяхатқа шыққанымызда сонда Марат айтты ғой, мені жетістікке жеттім деп қуанамыз ғой біз эмоциямен. Сонда Марат айтты, ғана неге қуанып жүрсің деді. Сен саяхатқа команданың арқасында келдің. Келесі саяхатқа команданы алып келу керексің. Ты не расслабляйся деді. Ойла, уже жауапкершілік. Сол күннен бастап менде уже жауапкершілік пайда болды. Мен неге жатуым керек? Командам үшін жүрмін. Жата алмаймын қазір мен. Бүгін ғана өзімізге отдых жарияладық. Өйткені біздің балаларымыз спаға, ресторанға подарок берген. Марат жолдасымыз екеуміз демалдық. Бірақ біз әрбір уақытымызды әрбір партнерға арнағымыз келеді. Неге? Өйткені сол партнердің үйінде балалар тұр. Біздің балалар сияқты. Өздері жортаңдап, біз де жақсы үй тұрғымыз келеді, біз де жақсы қыдырғымыз келеді деп армандап отыр ғой. Сол армандарды жеткізу үшін мына әке-шешелеріне білім беруіміз керек біз. Мына адамдар сенім пайда болу керек. Ер азамат бірігу керек. Ер азамат бірікпей, әйел мен ері бірікпей, бизнес бір алға жүрмейді. Шындап көңіл жүрмейді. Мына бизнеске қадам жасай алмайтын әйелдердің өзгеру керек. Өзгеріп ішіндегі қорқынышты жеңбесе, қасындағы ер азаматы да сенбейді. Қалқания ханым, сізге осы тұста бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, мен достарым әйел дедім, бизнеске жібермейді, бірақ соның рұқсатын алу үшін не істеу керек деп ұсыныс жасап жатырсыздар әйелдерге, қыз-келіншектерге. Негізі қыз-келіншек ол ер азаматтың рұқсат бермеуі ол нормально. Өйткені біз Маратқа рұқсат бермеген. Өйткені ер азамат әйелін қорғағысы келеді, спасатель ғой ол кісілер. И біз бір жағынан әйелдер біз материальный дедік қой, біз әр неге кіре береміз. Өзіміз кінәліміз негізі. Ананың басын ұстаймыз, до конца жеткізбейміз, мынаның басын ұстаймыз, до конца. И еркек адамның алдында біз уже былай айтқан кезде сенімнен шығып қаламыз көп әйелдер. Мен де шығып қалғантымын кезінде. Бірақ қателеспейтін адам жоқ қой. Қателесеміз де. Сол қателескеннен кейін әйел азаматы өзінің қателігін мойындап армандауды, арман сыйлау керек қой, күйеуіне ше армандауды үйрету керек. Қосқым келіп тұр. Мысалы бізде ер адамдар, өзімді айта кететін мысалы, мен бала күнде үлкен материалды үй, болмаса жаңағы машина армандап, тек қана мен спортты ғана армандаппын да. Бала күнде айтатын мен олимпиада чемпион болмай үйленбейтін дейтін. Сол сияқты екен ғой. Ер адамдар тек қана жақынды көреді екенбіз да, әйел адамдар алысты көреді екен да. Карьера ғой сіздердікі. Сіздер мысалы аласыздар, мысалы біздің Мараттың өзі де служба охраны президенті ол мен генерал боламын деп армандады. Ол генерал боламын, жаңағы служить етемін деп армандады, бірақ ол жерде үй аламын, машина аламын деген армандаған жоқ. Ойлады, сол военныйда үйді аламын, сонымен жүреміз, до конца сонымен барамыз деп. Бірақ армандар картасын жасап Маратқа, оны көрсетіп, еще салонға барып, салонда автосалонға машина алып отырғызған кезде уже ер азаматтар арман оя бастады. Мен неге оған жетпеске? Әйелім маған осыған жетеміз деп тұр ғой. Мүмкін жетіп қалармыз. Көрейші, ал ладно, қолынан келсе көр деп рұқсат береді ер азаматтар. Рұқсат береді, көрші деп. Сол кезде уже әйел азамат сол бизнесті алу керек қой, рұқсат берген кезде. Мысалы, ер адамдар, әйел адамдар рұқсат бергеннен кейін, әйел адамдар қандай іс-әрекетке көшу керек та? Мынандайда әйел азамат әртүрлі болады. Әртүрлі, айтады ғой, тип характер дейді ғой. Кейбір әйелдер бизнеске келеді да, күйеуі рұқсат бергеннен кейін ол ожиданиеда отырады. Қандай ожидание? Күйеуім көмектеспей жатыр, ағайын туысқан қолдамай жатыр, менің жетекшім көмектеспей жатыр деп әр адамнан күтіп отырады. Мен айтар едім ол қыз-келіншектерге, күтпеш ешкімнен. Одандар өзіне сен, бірінші Аллаға сен, потом өзіне сен, сөйтте соны үйрен, қалай жасау керек. Бір қателесерсің, екі қателесерсің, үш қателесерсің, көп болса 10 рет қателесерсің. Әйтеуір 11-шінде әйтеуір істеп үйренесің да. Бірақ өзін істегенге жетпейді да. Бізде просто ожиданиеда отырмау керек. Ожиданиеда алға қарай ұмтылып, жаңағындай қандай іс-әрекеттер жасау керек. И сосын ер азаматқа ақша көрсету керек. Ақша көрсетпейсің ба? Болды, ер азамат айтады, неше болып жүргеніне, одан үйде отыр дейді.
Сондықтан ақша көрсету керек. Мінекей аз болса да, керек емес миллионды көрсетуге, аз болса да главное есебін тықтай болу керек қой. Міне 50 мың таптың ба, 50 мыңды қалай таптың айт. 100 мың таптың ба, 100 мыңды қалай таптың айт. 150 мың таптың ба, 150 мыңды қалай таптың айт. Жасырма. Көпсімізде жасырамыз біз. Әйел азаматтар біз жасырамыз. Где-то подарокке береміз, әпкеме берейін, мамама берейін, папама берейін, анаған берейін деп та. Мен мысалға мамам айтатын еді баяғыда, Ғания біздің неміс деп. Мен ешкімге бермейтін едім. Потому что менің отбасым ғой. Дұрыс па? Мен қалай Мараттан тығып беруім керекпін. Мен тықсам, жаман аружданып жібермейді да, мен бір уже оның түріне қарай алмаймын да Мараттың. Вот сондай бір қасиет. И мен бәрін прям тиынына дейін санап тұрып қалаймын. Міне деп көрсетіп, отчет деп бүйтіп тұрып беремін. Марат қарап отырады, сұрамайды, сұрамаса да отчет беретінмін сол кезде. Қарап отырады, ай сайын беріп отқан кезде жаймен уже мына жерде ақша бар екен ғой деп, жаймен сенім пайда болып, менің қасыма келіп, офиске барып, жан-жағына қарап, қайда істеп жатыр, не істеп жатыр деп уже Марат зерттей бастайды. Қызығушылығы Мараттың. Енді ер адам бизнеске келгеннен кейін, қолға алғаннан кейін әйел адам не істеу керек? Өте жақсы сұрақ. Ринат, бізде как раз Марат біздің бизнеске келген кезінде Марат вообще любой еркек білмейді. Сіз ерте келдіңіз ғой. Мысалы, например, әйел адам ерте келді ғой. Әйел адам көп біліп тұрады ер азаматқа қарағанда. Бір саты болса да жоғары біліп тұрамыз. Бірақ ер азаматымыз келген кезде біз бір саты жоғары біліп тұрғанымызды наоборот білдіртпейміз да ер азаматқа. Айтады ғой, айласын асыру керек дегенше, қалай ойлайсыз, мына жерін жасаса қалай күшті ма, сен қалай ойлайсың. Егер дұрыс айтпай тұрса, давай спонсорымыздан сұрақ көрейік, Олег не дейді екен дейміз да, Олегке барайық қой, Олег сондай болады дейді. О, болды дейді, Олегке барамыз. Марат сұрайды, Олег дейді да, мына отчетосын қалған ғой Олегтің. Олег деп барады, айтасыз осылай деп. Олег, о, молодец. Ну знаешь, Марат, вот так надо сделать, вообще классно будет. Все деп жаңағыда былай айтқан кезде лояльный, жайменеп, өзіне сенім. Өйткені ол жана сала ғой ер азаматқа. Ода да қорқыныш болады. Қалай біз қорқып келдік, оларда да қорқыныш болады. Сол қорқынышты жеңуге көмектесетін спонсор мен әйелі ғой. Спонсордың ер азамат жақсы, мықты жетекшің болса, соның қасына қарай жібере беру керек. Спонсордың қасына барып сұраш, спонсордан сұраш, Олегтен сұраш, Олег не дейді екен, Қуат ағадан сұраш деп, жаңағындай. Мен білмейді екен, сұрақ көрейік давайте. Олар не дейді екен, олар не дейді екен деп, біз солай жаңағындай жайменеп Маратты офиске қарай алып келеміз, Марат уже былай қарап, жаймен үйреніп, просто әйелдерге айтамын да, мен білем демеу керек та, ер азамат қосылғаннан кейінше. И надо жайменеп спонсорның жетекшісінің қасына қарай жібере беру керек. Жетекшісінен бізде бір әйелдің жаман қасиеті бар, қызғаныш деген нәрсе бар бізде. Баласын, ата енесінің қызғанатын қасиеті бар әйелде. Мен де қызғанғанмын кезінде. И күйеуді де сөйтіп қызғанады да. Қызғанбау керек. Надо беру керек. Жіберу керек жетекшіге қарай. Жетекші екеуі жүріп, өздері бірге жүріп үйренеді. Сонда уже ер азамат, әйел азаматтың үйреткенін қабылдай алмайды. Ал жетекші үйретсе, ол спокойно қабылдайды. Сондықтан мен әйелдерге айтар едім да, просто жігітіне, жолдасына ұстаз болма, дос бол дер едім. Бұл жерде просто көбіне қыз келіншектер ұстаз болып кетеді. Ана партнер үйретіп отырмыз да, барымызда күйеуімізге де үйретіп кетеміз да, мұғалім болып кетеміз да. Не надо, ұстаз болудың керек жоқ, біз ұстаз бола алмаймыз күйеуімізге. Күйеуімізге просто жаным, күнім деп жүріп, жетекшімізге жіберіп отырып, бұл бизнестің бір жақсы жері ұстаз бар. Өзінің ұстазы ұстаз үйретеді өзі. Главное, ұстазды таңдай білу керек. Ұстаз таңдағанда қателеспеу керек бұл бизнесте. Бізде Олег үйретіп, белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін бізді алдыда үлкен жетекшімізге Жанболатқа жіберді. Ғания ханым, осы MV бизнесі сіздің өміріңізге келмегенде қазіргі жағдайыңыз қандай болар еді деп ойлайсыз? Мен осы сөзді жиі айтамын. Марат, екеуміз жиі сөйлесеміз. Сонда айтамын, Марат, егер де бізге MV келмегенде біз қазір қандай болар едік? Даже мен көзіме елестетуге де қорқамын деймін да. Жаңа айтып кеттім ғой, мінезім бір қатты болды деп да.
өмірдің қиындығы адамды қатты болған сайын қатты қылып кейде айтамыз ғой, мына келіншек өте жестокий болып кетіпті деп айтамыз ғой, бірақ ол әйел жестокий боламын деп дүниеге келген жоқ. Өмірдің қиындығы оны сондай қатыгездік қылдады да. Сондай менде ойлаймын да, егер де бұл бизнес келмегенде, может быть, мен де сондай бір қатал ана жар болып, или бірге тұрамыз ба, тұрмаймыз ба, Марат, ондай қатал әйелден отбасы тұрмайды, отбасы еш жаққа кетіп қалады. Потому что әйел ол жылу, әйел ол энергия, әйел ол махаббат ғой. Біз соны шындап келгенде біз ұмытып кетеміз. Именно осы бизнес шындап келгенде мені бірінші өзгертті, жылулыққа, махаббатқа, жаңағы адамға деген жаңағы жақсы ойлауға үйретті. Оны үйреткен біздің орта семинар. Әрбір семинарға барған сайын жаңа білім аламыз, жаңа өзгеру керек, жаңа бағыт аламыз дегендей. И осы бизнестік бір жағынан, осы өзім мінез жағынан айтып тұрмын. Екінші жағынан, егер де бұл бизнес жасамасам, қазір мен мұғалім болып жүрем ба, жүрмеймін ба, бір ол Аллаға аян. Өйткені қазір өте айтады ғой, қызметтерді қазір өте сокращение өте көп болып жатыр. Сондықтан қазіргі таңда біз мұғалімдікке жарар ма едік, жарамас па едік, университеттегі ол белгісіз. Может быть, мұғалім емес, может бір жерде жүрем ба, кейде естіп жатамыз ғой, ойбай, анау қандай высшее образованиесі пол жуып жүр деп айтады ғой. Ол пол жуам деп өйтіп неған жоқ қой, өмір өзін өзгерткен жоқ, өзіне келген мүмкіндікті алған жоқ, соның кесірінен ол сондай өзіне соған лайықпын деп сол жұмысқа кетіп қалды ғой. Ал егер де ол кісі біз сияқты ортаға келіп семинарға қатысқанда, ол кісі мен бұл жұмысқа лайық емеспін, мен бұдан да жақсы нәрсеге лайықпын деп алға ұмтылар еді. Менің шын айтып келгенде алға ұмтылуға көмектескен ол семинар, алға дайындықтың семинары, орта Жанболат аға, Марал ханым, ұстаздарым, осы кісілердің спонсорларым, жетекшілерім, сол кісілердің әрекеті бізді алға ұмтылуға көмектесті деп ойлаймын. Армандауды үйретті. Ал қаржылай жетістік жағынан не айтасыз? Армандағанда, мысалға басында балам шетелде оқиды деп мен ойлаған, армандаған жоқ едім. Аллаға тәуба, біздің жетекшілеріміз үйретті. Сол армандаған арқасында баламыз Дубайда оқып келді. Аллаға шүкір, бір жоғары білім алып келді. Қызымызды жақсы платный мектепте оқытып жатырмыз. Балаларымыз жақсы садикке барады, жақсы мектепке барады. Осы Шымкент қаласының жақсы үй алды. Баяғыда 9 квадратта тұрды, қазір 1000 квадратта тұрып жатырмыз. Армандармен орындалып жатыр. Орындалып жатыр. Қазір бассейні бар. Қызыңыздың армандаған ұлымның армандаған джип машина, автодом деген сияқты да. Папаларымызды, мамаларымыз санаторияға апарып жатырмыз, шетелге апарып жатырмыз. Енеңізге жазғаныңыз бар. Орындалды, бәрі орындалды. Алла тауба шубаны Дубайдан алып бердік деген сияқты да. Барлық армандар орындалып жатыр. Аллаға шүкір. Иә, шүкір. Тек қалау керек. Алла берем дейді екен. Просто біз қаламайды екенбізді. Маған осы болады деп басында айттым, бізге 9 квадрат болады, 12 квадрат болады деп өзімізді шектеп тастаймыз да. Шектемеу керек, қалау керек, әрекет ету керек, әрекеттен берекет келеді. Болды. Қазір мың рахмет айтамын. Марат, Аллаға тәуба, бизнестің келгеніне шүкір, ең бірінші мен өзгердім. Мысалға мен үйінен айтып тұрған жоқпын. Өзгермесем келмес еді. Өзгергеннен кейін келеді. Шүкір, Алла шүкір деп екеуміз де Аллаға шүкір айтамыз. Өзгеруімізге себепші болған ол система қотаймады. Мен айтар едім, әйелдер өзгергісі келсе, ер азаматтар өзгергісі келсе, семинардан қалмаған дұрыс. Семинарға бара беру керек. Результат келеді ол. Просто білім. Уақыт керек. Қай уақытта Алла саған береді білмейсің, бірақ уақыт береді өзі. Тек білім алып өзгеру керек. Ғани ханым, сізге рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз керемет сұхбат болды. Сіздің де жолдасыңызды, Марат мырзаны келесі сұхбатта ол кісінің тарихыңызды, ол кісімен сұхбаттасқымыз келеді. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге көп. Алла қаласа келесіде Маратпен бірге келуге Алла нәсіп етсін. Әрине біздің әрбір сөзіміз, әрбір әрекетіміз, қазіргі мына эфирдің артында қарап отырған әрбір адамға егер де өзінің өмірге деген, өзгерем деген шешім қабылдауына себепші болатын болса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан әрине әрбір адамға біздің өсу жолдағы практикаларымыз, нәтижелеріміз, результаттарымыз, сабақтарымыз, қателіктеріміз, соның барлығын адамның өзгеруіне қажет ететін болса,
әрине эфир осындай эфирларды жиі келіп өткізгенге не жетсін. Рахмет сізге, Ғания ханым, шынайы тарихыңызбен бөлістіңіз, бізге уақытыңызды бөлдіңіз. Дәл осы сұхбаттан кейін мен ойлаймын, көптеген әйелдер дұрыс шешім қабылдайды деп. Кем дегенде мен қаржылай не болмаса да, мысалы сауаттылық қаржылай жағы болмаса да, өзінің жары үшін, өзінің бала шағасының болашағы үшін бір ойын өзгертеді деп білемін. Керемет сұхбат болды. Ашылып айтқаныңыз үшін рахмет сізге үлкен. Сізге өте үлкен жетістіктер тілейміз. Сәттілік ісіңізде алға баса берсін. Рахмет. Сіздерге де рахмет тыңдағандарыңызға. Алла қаласа келесіде біз Ғания ханым жолдасымен сұхбат құратын боламыз. Марат мырзамен бірге сұхбаттасатын боламыз. Қызық болса бөлісіп біздің эфирімізді жібермей қарап отырыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.